Отбасылық жұп клиникаға иттерін алып келеді, ол туалмағасын. Бірақ мал дәрігері иттің мөлшерін көргенде өз көзіне сенбеді. Үлкен жастағы жұп осыдан жарты жыл алдын иттері бала алып келеді деп ойлаған болатын. Алайда айлардан айлар өтіп, ит туа қоймады. Осы уақыт бойы олар өз иттерін жақсылап тамандырған, иттің өзі толығырақ болғанына қарамастан. Иттің мөлшері үлкейсе де олар мәл дәрігеріне барудың қажеті жоқ деп ойлаған екен. Бұл табиғи процесс қой деп. Алайда иттері семірген үстіне семіріп, тіпті қозғалуды қойыпты. Мал дәрігер өз тәжірибесінде ешқашан бұндай итпен кездеспеген екен. Олар иттің мөлшерін көргенде нағыз шоктық әсерде қалады. Байғұс өзінің артық салмағынан әрең қозғалуда. Сөйтсе итті семіріп кетуі жүктіліктен емес екен. Бұл әдеттегі артық май жинау екен, шамадан тыс артық кетіп қалған. Артық салмақ салдарынан иттің ішкі органдары зардап шеге бастады. Итке толыққанды тексеру жүргізген дәрігер өзіне қажетті анализдерді алады. Итті өзінің қалыпты жағдайына келтіру үшін біраз уақыт пен еңбек қажеттілігін бірден түсінеді. Мал дәрігерлері иттерінің аузына не болса соны тыға берген егелерін ұрысып, оларға итке арналған диета жазып береді. Алдымен итке арналған физикалық жаттығуларға көшу үшін бірнеше артық салмақтан арылту қажет. Олар бірден түсініп, өздерінің сүйікті итін құтқару үшін бәрін істеуге дайын екендіктерін жеткізеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар.